Саматтың үйі мен тоғанның арасын қосатын жолдың жиегіне 17 ағаш өседі. Самат олардың кейбіреулерін қызыл таспамен мына ережеге сүйеніп белгіледі. Тоғанға бара жатып ол бірінші ағашты, сонан соң әрбір екінші ағашты белгіледі. Үйге қайтып келе жатып ол тағы да бірінші ағашты, сонан соң әрбір үшінші ағашты белгіледі. Белгіленбей қалған ағаштардың санын көрсетіңіз. Сонымен бізде 17 ағашты салып шығып есептесек болады. Бірақ осы жерде бізде мынандай момент бар да, кейде біз 17 санды жазып жатқан кезде кейде бір санды ұмытып кетуіміз де мүмкін. Ондай жағдайлар да бар. Соның бәрінің алдын алғанымыз жөн болады. Сондықтан бұл 17-ні бүйтіп жазған дұрыс болады. Мысалы, 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп кетпей, 6, 7, 8, 9, 10. Сонда қарап тұрсақ, біз неде 5, 10. Ештеңке ұмытпағанымыз көрініп тұр. Мына жерде мысалы 15 болу керек дегендей. Сонда қазір санайтын болсақ, міне 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Қарап тұрсақ бір қарапайым бір керек емес ереже сияқты, бірақ енді факт, бізде оқушылар қателесіп жатыр да, осы немен шатасып кетіп жатыр да, соның алдын алу үшін. Енді тоғанға бара жатып ол бірінші ағашты, сонан соң әрбір екінші ағашты белгіледі. Сонда міне бірінші ағашты белгіледі, демек үшті, бесті. Одан кейін жетіні, тоғызды, одан кейін 11-ді, 13-ті, 15-ті, 17-ні белгілейді. Қайтып келе жатып, ол тағы бірінші ағашты, сонан соң әрбір үшінші ағашты. Демек ол 17-ні, әрбір үшінші ағаш деген кезде 14-ті үшті азайтып отырамыз. 11-ді, 11-ден үшті азайтсақ 8, 8-ден үшті азайтсақ 4, 4-ден үшті азайтсақ 1 болады. Қазір бір тексеріп жіберейік. 17-ден үшті азайтсақ, 17-ден үшті азайтсақ 14, 11, 8, міне қате менде кетті міне. 8-ден үшті азайтсақ 5 қой, 5-ден үшті азайтсақ 2, міне, қатемді түзеттім. Сонымен бізде белгіленбей қалған 4, 6, 10, 12, 16 болады екен. 1, 2, 3, 4, 5. Сонда 5 ағаш.